Құрметті YouTube көрермендерім, мінекей қуырма тоқашымызды пісіріп біттім. Өте бір керемет болды. Шын мәнінде мен сіздерге бірінші айта кетейін. Осы менің каналыма жазылып, подписаться етіп, лайк баса кетіңіздер. Сіздерден бір өтініш үлкен. Қазір мен мынау қуырма тоқашымды сіздердің алдарыңызда дәмін көрейін. Қанекей, бисмиллахиррахманиррахим. Бір керемет болыпты. Мынау бар ғой, мен кегіз бір жерлерде жеп жүрмін да, негізі бар ғой, бұл осы қуырма тоқашты бар ғой. Жекеңізде жаңалдегі бар ғой, бауырсақтың тестасы болады да, а мына жерде қамыры болады да, а мына жерде жесеңіздер кәдімгідей жеп атқанда қамыры аузыңызда прям балдай еріп кететіндей болып тұр. Шын мәнінде осылай жасап көріңіздер, мен сіздерге кеңес беремін. Өте бір керемет болыпты дәмі. Рахмет сіздерге. Шпара тоқашымыз үшін бірінші картобын қойып, баяу отта пісіріп алуымыз керек. Мінекей, YouTube көрермендері, ол қуырма тоқашымызға не қажет десеңіз, бірінші ұнымыз, тұзымыз, сұйық майымыз, 2 жұмыртқа, сүтіміз әрине. Енді осылардың бәрін жасаймыз әрмен қарай. Бірінші тұзымыз саламыз, жұмыртқамызды, әрине майымызды, нетіп алайық. Енді сүтімізді құйдық. Қазір жақсылап мен әдемілеп қолмен араластырып алайын, сосын сіздерге көрсетемін. Әрмен қарай. Мінекей қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді бір 10 минутқа жауып қоямыз. Картошкамыз жайлап қайнап жатыр. Тұзын салып жібереміз. Тұзымыз пісіп қалды, сүзіп аламыз. Картошкамызды сүзіп алдық. Енді жақсылап оны езіп аламыз. Мінекей картошкамызды жақсылап езіп алдық. Енді оған қара бұрыш, қызыл бұрыштарын себеміз. Міне, қызыл бұрышын бізде балалар жақсы көреді, осындай қызыл бұрыш жақсы қосылғанын. Қара бұрыштың енді жақсылап араластырамыз. Мінекей картошкамыз дайын болды, күшті, керемет болды. Әдемелеп бәрін араластырып алдық. Мінекей қамырымызды күлше-күлше жасап алдық. Енді жақсылап жаямыз. Қамырымызды жақсылап жұқалап жайып алдық. Мінекей. Енді осыны кәдімгі сол тұшпара тоқаш жасап атырық қой, сол кәдімгі тұшпара ұқсатып кесіп аламыз қамырын. Мінекей оқтаудан бұлай нетіп алдық. Енді бұлай осылай мантыға, тұшпараға қалай не аласың, осылай кесіп аламыз. Осы қамырларымызды енді бұлай жайып аламыз. Сосын бірін үстіне бірін қойып, сосын бұлай кесіп кете береміз. Мінекей. Қамырын бәрін бұлай жайып алып, ішіне картоптарын салып шықтық. Мына. Қазір осылардың бәрін түйеміз. YouTube көрермендері,
Қуырма тоқашымыздың қамыры дайында болды, түйіп те болдым. Аллаға шүкір, міне бәрін жасап болдым. Қазір енді осыны пісіреміз. Мінекей майымыз қызды. Қуырма тоқаштарымызды жайлап салады. Осылай жаймен пісіріп жатырмыз.